Кесапат келін. Құндыз үйдің екінші қызы. Өзінен үлкен әпкесі және артынан ерген қос бауыры бар. Әпкесі Маржан екеуін бір анадан туған деп ешкім айтпайды. Маржанның жанының тазалығы соншама, тіпті аяғының астындағы құрт-құмырсқан да сыйлап оларға жол беретін. Адам түгілі жәндікке жамандық ойламайтын қарапайым биязы қыз. Мамандығы мұғалім. Мектептегі ең дарынды, үздік оқушылар да тек Маржанның шәкірттері болатын. Өйткені оның сабақ өткізу тәсілі де ерекше. Ғылым мен исламның дәрістерін ұштастыра шәкірттерін оқытатын. Мектепке тіке барып, тіке қайтатын. Ешкімге артық қылық көрсеткен емес. Мектептегі жұмысымен қоса үй шаруасында қатар алып жүріп, үйінің іші мен ауласын әсем гүлдермен безендіріп, оларға күтім жасаудан жалықпайтын. Тазалық оның айырылмас серігі. Шаршау не екенін білмейтін өмірге құштар жан. Ал Құндызға келсек, ол мүлдем басқа адам. Анасы Ғалияның аузынан түскендей. Өсек аян, біреуді ғайбаттаудың хас шебері. Көше құмар қыдыру ойын сауықты жаны сүйеді. Сабақты да қатырған емес. Міне оқуын аяқтап грантқа түсе алмай кешендік тест тапсырамын деп не оқу жоқ, не жұмыс жоқ. Мектептің өзін Маржанның жетектеуін әрең аяқтап шықты. Інілері Асқан мен Азамат та өте білімді. Құндыздың кімге тартып мұндай болғаны белгісіз. Негізі әкелері Қайрат момын, 10 саусағынан өнер тамған жан баласына жамандық ойламайтын қарапайым адам. 3 перзенті өзіне ұқсап туғаны айдан анық. Ал Құндыздың жөні бөлек. Қайрат пен Маржан да бүкіл ауыл жақсы қырынан таныса, Ғалия мен Құндызды жаман жағынан танитын. Маржанды келін етуге құмар етпеген әйел жоқтың қасы. Уақыт сағаты жетіп, тағдырдың қалауымен өзі секілді иманды, білімді, саналы жігіт медетті кезіктіріп, 2 жас өз қалаулары мен шаңырақ көтерді. Мұғалімдік міндеті мен қоса келіндік қызметті қоса алып жүрді. Ата-ененің батасы мен шәкірттерінің ата-аналарынан тек жақсы тілек, бата алып жүрген жас келіннің өмірі бұрынғысынан да нұрлана түсті. 2 жақ құдалық тойды өткізіп, өз міндеттерінен құтылды. Жасауын бере де анасы еш қиналған жоқ. Өйткені жұмыс істеп жүріп, өз ақшасының бір бөлігін жинап жүріп, берер заттарын түгел алып жинап кеткен болатын. Айына бір дүркінге барып, ата-анасы мен бауырларына хабар алып қайтатын. Үнемі ата-енесі демалып кел деп жіберсе, керісінше ол шаршап, шалдығып қайтатын. Оған себеп анасы мен сіңілісінің салақтығы. Үйін түгел шаң-тозаңын сүртіп, тазалап, жүдеп кеткен әкесі мен бауырларына түрлі ас пен тәттілерін пісіріп бір тойғызып қайтатын. Құндыз, сіңілім, саған әр келген сайын айта-айта шаршадым. Үйге кішкене көңіл бөлсең қайтеді? Жас емессің ғой, қолың бос, жұмысқа бармайсың. Таңнан кешке дейін үйдесің. Не істейсің, айтшы маған? Ойнаймын, болды ма? Сенің енді өз үйің бар емес пе? Сонда білгеніңді жасай берші. Біздің үйде нең бар? Тыныш келіп, тыныш кете берсең болмай ма? Құндыз, олай жасама, үйтпе, бүйтпе, ананы жаса, мынаны жаса. Шаршатып жібердің, бар ғой. Жаным, мен саған жамандық тілейді дейсің бе? Ертең сен де келін боласың. Мына түріңмен ешқайда сыймайсың. Тағы бастадың ба? Келдің, көрдің, баршы енді. Мейлі, өз өмірің, өз еркің, өзің біл. Сен мені өзіңе жау санасаң да өзің біл. Ал мен тек саған жақсылық тілеймін. Қазір жезден келеді. Мына гүлдердің бәрін алып кетпесем, сендерден қайран жоқ. Көбісі солып өлуге шақ қалыпты. Қалағаныңды ала бер. Ал да жөніңе етші. Ай, сіңілім, ай. Қазір ашуланасың-ау. Ертең келін болғанда жылап тұрып қоңырау шалып ақыл сұрайсың ғой әлі. Бәрін уақыты келгенде көреміз, әпкетайым. Маржан сіңілісіне өкпелегісі келсе де өкпелей алмайтын. Құндыздың болашағы үшін қатты алаңдайтын. Маржан гүлдерін алып кетіп, үйдің іші қаңырап, босап қалғандай болды. Қайрат бұл жайтты естіп көріп қуанып қалды.
Сүйікті қызы Маржаннан қалған естеліктер көз алдында солып жатқанына іші қынжылатын. Ал Ғалия болса аздап ашуланып қалды. Ақымақ қыз ата-енесіне жағымпазданып үйдегі бүкіл затты тасып бітетін болды. Тағы немізді алып кетер екен. Бір күні мына үйдің іші қаңырап бос қалса керек. Қайрат алғашында үндемей отырғанымен қатынның сөздеріне шыдай алмай ашуға бой алдырды. Ғалия, жетер енді. Сендердің ол гүлдерге иелік етуге қандай құқықтарың бар? Ол гүлдердің әрқайсысын Маржан өзі отырғызып, өзі күтіп баптап өсірді. Енді не істеуі керек еді? Көз алдында бәрі солып бара жатса. Сендерден әр келгенде өтініп сұрайды, қарашы деп. Ал сендер бір рет болсын су құюға жарамайсыңдар. Мен не, ерігіп жүрмін бе? Жұмыстан шаршап өлейін деп өз ас суымда әсер ішіп жүрген жоқпын ба? Ал ана қызың ше? Ол не бітіріп жатыр? Қашан қарасаң қолынан телефон түспейді. Не сабақ оқып жатпайды. Айттым саған, оқуға түспей телефон алып бермейік деп. Маржан қашан өзі жұмыс істегенше телефон ұстамай-ақ жүрген жоқ па? Ту, әке, жетер енді. Не болса Маржан ондай, Маржан бұндай, Маржан үйтпеді, Маржан бүйтпеді деп әбден мезеттіңіз. Мені жақсы көретін еркелететін кезіңіз болады ма? Жоқ әлде мені асырап алдыңыз ба? Құндыз! Не Құндыз? Не? Сендерден шаршадым әбден. Құндыз айқайлап жылап бөлмесіне кіріп кетті. Ғалия мен Қайрат осы қыздың кесірінен біраз айқайласты. Ғалия келіп қызының басынан сипап, жұбатуға тырысып-ақ болған, бірақ қызы есікті аша қоймады. Құндыз үнемі өз қателігін байқамай өзгелерді айыптауға асығатын. Бұл жолы да әкесін жек көріп, өз әкесіне біраз тіл тигізді. Осы үйден құтылмақ болып тұрмысқа шығуға бел буды. Өзі сөйлесіп жүрген жігіті Нұрланға, алсаң бүгін ал, алмасаң мен мәңгіге айырыласың деп шарт қойды. Құндызды кемшілігіне, мінезіне қарамай шын сүйетін жігіт сүйіктісінен айырылып қалмау үшін үй ішін дүрліктіріп, бәрі сыр жүгіре бір күнде үйленуге дайын болды. Нұрлан жолдастарымен сол күні қызды алып кетуге келді. Құндыз асығы шешім қабылдап, өзінің қазіргісінен де күрделі, қиыншылығы мол өмірге қадам басқалы жатқанынан хабарсыз еді. Әлі де жолы болып, ішпейтін, шекпейтін, әйел затын құрметтей білетін ер азаматтың жары, сабырлы, байсалды, ата-ененің келіні, тәрбиелі қыздың жеңгесі, қолы бала алтын абысынның келіні болды. Қайнысы Нұрлан үйленеді дегенді естігенде ең алғаш бәрінен де қатты қуанған жанның бірі жеңгесі Әсем болатын. Маған сырлас құрбы, сіңілі, көмекші болады деген ойда болатын. Түн ауып, ауылды шулатып қызды алып келді. Үлкендер ақ орамалын жауып, ақ босағадан аттатып шымылдыққа кіргізіп, қыздан тілхат алып, әке-шешесіне естірту мақсатында қалың малын беріп хабаршы жіберді. Түн ортасы әке-шешесі де Құндыздың үйде жоқ екенін байқап, телефоны сөндірулі болған соң алаңдап отырған болатын. Есік қағылып, сырттан ер адамның даусын естігенде зәре-құттары қалмады. Есікті ашқан Қайрат мән-жайды білген соң әлгі екеуін ішке кіргізді. Қыз бергеннің назы бар демекші, дөрекі мінез көрсетіп, біраз ашуланып, арасында тіпті айқайлап та алды. Ақыры келер бұлар іс болған соң, келісім беріп, ризашылығын білдіріп, қонақтарға дәм тұзын ұсынып шығарып салды. Қонақтар кеткен соң әйелінің жағасынан алды. Біліп едім осылай боларын. Ал не болды соңы? Қызыңды әбден еркелетіп, бетімен жіберіп құрттың. Не оқыған жоқ, не қолынан үйдің шаруасы келмейді, түске дейін ұйықтайды. Қандай келін болады екен? Менің қызым ақылды, бәрінде үйреніп алады. Оны уақыт көрсетер. Алдымен достарға хабар бер. Артынан ертең кім қуғыншы болып барарын шешейік. Ғалия абысын келіндерін түгел жинап алды. Қайраттың қарындасы Жанар, келіні Гүлзира, інісі Марат қуып баруға дайындыққа кірісіп кетті. Әйелдер көйлек іздеп, сұлулық салонын жағалап жүрсе,
Марат қалай сөйлеп, қалай жүріп тұрғанын тізбектеп бірнеше рет репетиция жасап көрді. Бәрі мәз-мейрам. Ал Нұрланның анасы Мәриям мата-сатасын түгелдеп, етін дайындап, қызу дайындыққа кірісті. Мәриямның келіндері бауырсағын, етін тағы басқасын пісіріп, тойдың боларынан боладысы қызық дегендей қайны жеңгелердің әзілдері жарасып, ойнап, күліп, шулап жүр. Әсем жеңгесі бар күш-жігерін жұмсап, мәз болып шапқылап жүр. Құндыз болса ақ орамалды жамылып сызылып отыр. Беташар той әні-міне дегенше өте шығып, артынан қуғыншылар келіп, оларды да сый-құрметпен күтіп шығарып салды. Молда келіп шариғат бойынша екі жастың некесін қиып берді. Бәрі шаршап шалдығып жатып қалды. Ал екі жас түнгі ұйқыға таңға жуық бірақ жатты. Құндызды келіндік міндетін сезіне қоймады ма, әлде сол баяғыша өз үйімдегідей еркелеп жүре беремін деді ме, әйтеуір бірінші күні-ақ масқарасы шығып ұйықтап қалды. Жаз мезгілі күн 5-тен асып бастап, сәулесін шашып, ауыл тұрғындарының тұрмыс тіршілігі басталып кетеді. Ал бұлар болса 9 болса да балқып ұйқыда жүр. Әсем келін, бері кел. Қазір біреу жарым келіннің шайын ішейік деп келіп қалса, ұялып қалмайық. Мен оятсам ұят болар. Сен жеңгесісің ғой, барып ана екеуін оятып жібер. Апа, мен де ыңғайсызданып тұрмын. Несі бар? Жас келін деген ерте тұрып, сәлемін салып, ата-енесінің дәрет суын дайындау қажет емес пе? Апа, сіз бен менің түсінігім солай ғой, бірақ қазір заман басқа. Заманыңда шаруам жоқ. Заман өзгерсе де өзгермейтін адамдар бар. Кәне, тұрғыз. Есіктің алдын сыпырыңдар. Ыдыстарды орнына жайғастырып, көршілерден алған ыдыс-аяқты қайта алып барып беріңдер. Жарайды, апа. Әсем екі жастың бөлмесін тоқылдатып, әрең дегенде оятып алды. Құндыз түк болмағандай бөлмесіне шығып жуынып, өзгелерге шай берудің орнына жолдасы екеуіне ғана таңғы ас дайындап, ешкімді шақырмай өзі дастарханға жайғасып, шәй ішпек болып еді, енесінің ей деген даусынан шошып, ыстық шайға күйіп қала жаздады. Келіннің мұндай көргенсіздігіне Мәриям қатты ашуланды. Қайырлы таң, ханшайым, ұйқыңыз қанды ма? Түсінбедім, апа, неге ашуланып тұрсыз? Енді не істеуім қажет? Саған келуін бұл тек еркекпен төсекте жату деп үйреткен бе? Апа, не деп тұрсыз? Әсем келін, бұл үйдің ережелері мен тәртібін өзің айтып, мынаған үйретіп қойшы. Апа, ол әлі жас қой, бірінші күннен олай жағасынан алмасақ қайтеді? Мен не бүлдірдім, жеңге, айта беріңіз. Құндыз, біздің ауылда келіндер күнмен таласа ұйқыдан оянады. Таңертең ата-енеден бастап өзінен жолы үлкеннің бәріне түгел сәлем. Сәлем салады. Құндыз бөтен жер болған соң көңілі босап жылауға шақ қалды. Балам-ау, қазір шілденің кезі. Күн болса ыстық. Түсте сыртқа шығу мүмкін емес. Таңертең ерте мен тұр да, тірлігіңді бітіріп түсте ұйықтайсың. Ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық деген. Біз не айтсақ та саған жақсы болсын деп айтамыз. Міне, Әсем келіннің осы үйге келін болғанына 6 жыл болды. 6 жылда бір рет болсын мені жаманатқа қалдырған емес. Үлкені де қатты да тыңдап сыйлай біледі. Біреудің айтқан ақылын тыңдай білу тәрбиеліктің белгісі. Айналаңдағы адамдардың пікірін тыңдап санаса білсең ғана білмегеніңнен білгенің көп болады. Өзгенің сөзін менсінбеу өзімшілдік адамзаттың қарсы жауы. Кім сөйлесе де үндемей тыңдап, қажет жерін есіңде сақтауға тырыс. Жеңгеңнен үлгі алуға тырыс. Апа, кешіріңіз мені. Міне, енді дұрыс болды. Енді бар, ана қора жақта жүрген атаңа алдымен сәлем салып, сосын шайға шақыр. Жарайды, апа. Құндыз енесінің айтқанындай жасады. Бәрі жиналып өз қолымен бәріне шәй берді. Ыңғайсызданып шәй іше алмады. Әсемнің де ұлы Мақсат ұйқысынан оянып, еркелеп жылап анасына шәй ішкізбеді.
Келіндер өздері шай ішсін деп бәрі тұрып тірліктеріне кірісіп кетті. Екі абысын өздері оңаша отырып шай ішіп әңгіме дүкен құрды. Құндыз жаным, сен әлі жассың, үйренерің көп. Апам өзі сондай ашулы, қатал болып көрінгісі келгенмен жүрегі жұмсақ адам. 6 жыл бойы қанша ұрысса да жамандыққа қиған емес. Жоқ затымды айтқызбай-ақ алып береді. Екі қызға да осы күнге дейін маған қарсы ауыз ашқызған емес. Тіфәй, қыздардың да бір жаман мінездері жоқ. Жеңге деп үнемі сыйлап келеді. Арамызда осы күнге дейін ұрыс-керіс болған емес. Екеуін де сіңілімдей көремін. Бекеш тұрмыста, үйлі-жайлы. Кішкентайы қырқынан шықпаған соң беташар тойға келе алмады. Бірер айда қыдырып келіп қалар. Ерке қыз студент, оқуына барады, келеді, сонымен әуре. Ата мен біздің үйдегі қайнағаңның ауыздарынан артық сөз шықпайды. Сұрақ қойып сұраққа әрең жауап аламыз. Ал қайнымның мінезін өзің жақсы білерсің. Енді бұл сенің де үйің. Емін-еркін қысылмай жүре бер. Бір нәрсе қажет болса қиналсаң маған айт, өзім бәрін үйретемін. Абысын тату болса аз көп. Осы үйдің берекелі болуы екеумізге байланысты. Біз тату болсақ, осы әулет, мына екі ағайынды тату болады. Әпкелі сіңілі болып сырлас, мұңдас болып жүрейік. Айтқандай, менің Нұрасыл балам кішкене еркелеу, әбден күттіріп 4 жыл дегенде дүниеге келген. Ата-апасы, әкесі, аға-әпкелері әбден еркелетіп жіберген. Кішкене бұзықтығы бар. Көңіліңе тиер іс жасап жатса ренжімеші өтініш. Өсе келе есі кірер деп үміттенемін. Рахмет, жеңге. Құндыз абысының сөздеріне мән бергендей сыңай танып күлімсірегенмен іштей сол баяғы әдеті өзім білем деп отыра берді. Әсемнің сөздерін елеп ой өлегінен өткізген де жоқ. Кіммен сөйлессе де Әсемді мақтайды. Сондай бол, содан үлгі ал дегені деген. Бұл сөздері іші тар Құндыздың ашуына тиетінен бәрі бейхабар еді. Үнемі Әсеммен есептесе тірлік жасап жүрді. Одан кем болмаса артық тірлік жасамайтын. Нұрлан өзі сондай балажанды болатын. Нұрасылдан ештеңесін аямай, күнде кешкісін пакетін көтеріп, дүкендегі бар тәттіні көтеріп әкелетін. Көлігіне мінгізіп, ауыл ішін бір аралатып, сосын ғана шай тамағын ішетін. Ал бұл жағдай Құндызға мүлде ұнаған емес. Соның кесірінен екеуі талай ұрсып та қалды. Түні бойы шаршап шалдығып келген Нұрланның миын жейтін. Ақшаң көп қой, я? Нең бар соншама зат әкел? Әкелсем не болыпты, бала емес пе, жесін, ішсін. Өзінің әке-шешесі бар емес пе, солар алып берсін. Жаным, маған ешкім сен әкел деп міндет артып қойған жоқ. Өзім солай қалағандықтан жасап жүрмін. Одан да сол ақшаны маған берсең болмайды ма? Құндыз, беріп жатырмын ғой саған да. Ана ағаңа қарашы. Жетер енді, әбден мез еттің. Ағаң, апаң, жеңгең деп. Менің отбасы мүшелерім жайлы бір ауыз жаман сөз айтар болса, не істейсің, ұрасың ба? Ұр, кәне. Құндыз, мені мәжбүр етпе. Ұр деймін, кәне. Нұрлан ашуға булықты. Бұл жағдай алғашқы рет емес еді. Үнемі өзін ұстай алатын жігіт бұл жолы ашумен әйелінің жағынан салып жіберді. Құндыз дереу киімдерін киіп кетемінге салды. Қайда барасың? Үйіме кетемін. Өзің ғой мені осыға мәжбүр еткен. Неге мені түсіне алмайсың? Ағам өзі оқымаса да мені оқытты. Өзі мінбеген көлікті маған алып берді. Маған ағам үшін не істесем де артық емес. Маған жасаған жақсылықтарының жанында Нұрасылға алып беретін тиын тұратын заттар түкте емес, түсінсеңші. Мен де атамын ғой, сен де мені түсін. Менің де қолымда ақша болғанын қалаймын. Әрі-бері көшеге шыққанда бір нәрсе жегім келеді. Беріп жатырмын емес пе? Сол саған аз ба? Ол ақша неге жетеді дейсің? Нұрлан ашумен жарына қол көтерген үшін ыңғайсызданып, жанын қоярға жер таппай, оны риза ете үшін бар талабына келісті. Негізгі мамандығы программист. Қалада шағын дүңгіршегі бар. Сол жерде ұялы телефон жөндеп программалар орнатып халыққа қызмет көрсетеді.
Бұзылған телефондарды алып жөндеп сататыны тағы бар. Күнделікті 30 мыңнан кем таппайды. Ағасы Бағлан болса құрылысшы, қолынан келмейтіні жоқ. Қасында 2 жолдасын ертіп шағын бригада болып тапсырыс қабылдайды. Жұмысы ауыр болғанмен табысы соған лайықты. Үй соғу оған түк те емес. Биік шатыр үстінде өлмекші адамдай жүре береді. Ауылда біреудің үйін соғып жатқан болатын. Сол күні жаңбыр себелей бастады. Бағлан жолдастарының сөзіне құлақ аспай кішкене ғана қалған шатырның бір бөлігін жабу үшін төбеге шығып кетті. Енді ғана бітіп бойын тік көтерген сол еді, су болған шатырдан аяғы сырғанап шатырдан доптай домалап келіп, жердегі үйілген тастың үстіне құлады. Жолдастары көмектесуге талпынғанмен қолдан келер қайран болмады. Дереу жедел жәрдем шақыртып, үй ішіне хабарласып, ауруханаға алып кетті. Алып ұшып баласы үшін қайғыдан құса болған әке-шеше көп жедел жәрдемнен бұрын ауруханаға жетіп үлгерген екен. Басы жарылған, беті қаннан көрінбейтін баласын көргенде ата-анасының қан қысымы көтеріп, оларға да медбикелер тиісті көмекті көрсетті. Ала қолдап басына аса зақым келе қоймаған екен. Тек беліне зақым келгені болмаса. Дәрігерлер 6 ай бойы тегіс қатты жерде жатуын, ауыр салмақ көтермеуін, тек арнайы корсетпен жүруін қатаң тағайындады. Ата-ана жарының көңілі сәл де болсын жай тапты. Бір аптадай травматология бөлімінде жатып, ем шарасын қабылдап, бірнеше тексеруден өткен соң үйіне босатылды. Ешбір жұмысқа жарамай қалғаны Бағланның жанына батып, арына маза бермей қойды. Енді үйдің бар шығыны бауыры Нұрланның мойнына артылды. Бұл жағдай Нұрлан мен Құндыздың жиі жанжалдасуына себеп болды. Бала десе шығар жаны бөлек Нұрлан әйелінің жүкті екенін білгендіктен ашуланса да, оған қатты ұрсып қол көтере алмайтын. Оның бұл әрекетіне хабардар жары ішіндегі сәбиін қару ретінде пайдаланып, үнемі айтқанын істететін. Қазіргі жастардың құмары бірді зиянды заттар тез дайын болатын. Лаваш, чекен, бургер дегенді күнде қаладан алдырып, түні бойы тығылып жейтін. Бұл үйде бұрын-соңды ондай болмаған соң енесі Мариям ашуланып қалды. Екеуін отырғызып біраз ақылға шақырмақ болды. Балам-ау, сенің мұның не? Бұрын-соңды мұндайың жоқ еді. Мейлі түсінемін, жарың 2 қабат жегісі келеді. Бірақ осылай тығылып жеу керек пе? Өле жегенше бөле же деген. Бәрінің тесік тамағы бар. Есі бұрқырап тұрған соң бәрінің жегісі келеді. Әкелсең, бәріне әкел. Бәріне әкелетіндей Нұрланның ақшасы көп дейсіз бе? Онсыз да бүкіл азық-түлікті тасып, газ, су, жарығыңыздың ақшасын төлеп отырған жоқ па? Мен ұлыммен сөйлесіп отырмын. Сен араласпа. Неге араласпайды екенмін? Бір өзі қаншама адамды асырап отырғаны біле тұра ұрсуға қандай ақыңыз бар? Құндыз, жап аузыңды, ашуыма тиме. Мен саған бұл тақырыпты қозғама дегенмін. Мен айтсам шындықты айтып отырмын. Қайнағаның жатқанына 2 айдан асты. Оның дәрісін әкелсе Нұрлан жақсы. Ерке баланың балабақшасының ақысын төлесе Нұрлан жақсы. Азық-түлік алып келсе Нұрлан жақсы болады. Бір әйелінің жер басын алып берсе Нұрлан жаман бола қала ма? Бұл сөздердің көрші бөлмеде естіп жатқан Бағлан шыдай алмай орнына әрең тұрып сыртқа шығып кетті. Нұрлан ашуға булыққаны соншама ақылынан айырылып әйелін жатын бөлмесіне сүйреп алып барып ішке итеріп жіберді. Дереу киімдеріңді жина, үйіңе кетесің. Қит етсе кетемін деуші едің? Ал, кәне, жинал, өзім-ақ сені жеткізіп тастаймын. Бір балам сыртта өсерде қайтейін. Кәне, жинал, кетесің. Балам, қой, олай жасама, мен тек... Жоқ апа, сіздің еш кінәңіз жоқ, әбден мезі болдым бұл қатыннан. Шаршатып жіберді, күніге осы. Қой, қайтесің, ақылға келер бір күні. Апа, бұған туыстық қатынас, сыйластық, махаббат маңызды емес. Құндыз бұл үйден кете алмас еді, өйткені Нұрлан қызба мінез болғанмен ырқына көніп дегенімен жүруші еді. Осы сәтте қулыққа көшіп, ішін ұстап жерге 2 бүктеле жата қалды. Ішім ай. Ей, келін, не болды?
Апа, ішім бүріп ауырып барады. Нұрлан дереу жедел жәрдем шақырып, Нұрлан әйелінің құрсағында өз қанына жаратылған сәби үшін алаңдап әбігерге түсті. Мұны көрген қол қатын одан бетер байбалам салып шыңғыра жөнелді. Әсем де жүгіріп келіп келінін жұбатуға тырысты. Жаным, қорықпа, саған да балаңа да ештеңе болмайды. Алла қаласа бәрі жақсы болады. Жылама. Қайным, кәне көтеріп төсекке жатқызайық. Аяғын жоғары көтеріп жатсын. Нұрлан жақындаған сәтте оны бұл ісіне өкіндіру, өзіне бағындыру мақсатында одан әрі рөліне кірісіп шу шығарды. Қолына ұстап тұрған енесінің қолын да сілкілеп итеріп жіберді. Жоғал маған, жақындаушы болма. Осы ма еді апа қалағаныңыз? Бір тамақты менен қызғанып, шу шығарып, балаңызға ұрыс қосып, жаныңыз рахаттанып қалды ма? Сендерді жек көремін. Жоламаңдар маған. Осыдан сәбиіме бірдеңе болса, сендерді ешқашан кешірмеймін. Келін, олай ашулансаң жағдайың ауырласа береді. Болды, ашуланба. Жеңге, маған бөлмеме жетуге көмектесіп жіберші. Әсемге сүйеніп бөлмесіне жетіп, ішке ешкімді кіргізбей, өз ісіне ұялудың орнына бәрін ақымақ еткені үшін аузын жауып, айызын қандырып, рахаттана күліп алды.